2012 жылдың 16 желтоқсанында 6 ер адам жас қызды аяусыз зорлап, серігін аяусыз ұрып тастаған. Бұл қылмыс Үндістанның қазіргі тарихындағы бетбұрыс болды. Содан кейін қоғам мен билік бұрынғы көлеңкеде қалған мәселе әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа назар аудара бастады. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Әдемі Нью-Дели қаласында Сингх отбасы ұлы мен қызын өсіріп жатты. Отбасы ұл мен қызын бөліп жармады, және оларға бірдей білім, сүйіспеншілік пен қамқорлық беруге тырысты. Әкесі Джиоти есімді қызына мектепте оқу ақысын төлеу үшін 2 ауысымда жұмыс істеді. Ол әрдайым мектеп мұғалімі болуды армандайтын, бірақ оның жылдарында білім соншалықты маңызды емес еді, ал қыздарды мүлде мектептерге бермеген. Жылдар өтті, кішкентай Джиоти бой жетті. Оқу бітірген атап өтіп, ол медициналық оқуға түсті. Оның Авиндр есімді программист-инженер досы болды. Ол жас қызды ұнататын. Бірде олардың кезекті кездесуі олардың өміріндегі ең қорқынышты түнге айналды. 2012 жылдың 16 желтоқсаны оңтүстік Дели, Сакет ауданы. 23 жастағы Джиоти досы Авиндраға телефон соғып, онымен сауда орталығында серуендеуге келісті. Көптеген қыздар сияқты ол дүкенге барғанда әсіресе аяқ киім таңдағанды ұнататын. Авиндра мен Джиоти әр демалыс сайын осы аймаққа серуендеуге келетін, сондықтан бұл маңда демалу олар үшін қалыпты жағдай болатын. Достар, ұзақ серуендегеннен кейін бос уақыты әлі де бар екенін түсінді. Сөйтіп, Джиоти оған кино көруге ұсыныс білдірді. Фильм аяқталды. Джиоти мен Авиндра сауда орталығының жанында серуендеп, аялдамаға қарай бет алды. Сағат кешкі 8, сыртта қараңғы болды, ал Авиндра көлік шақыра алмады. Баратын жерлері алыс болғандықтан, жүргізушілер бірінен соң бірі жұпта апарудан бас тартты. Олар бос көліктерді іздеді, бірақ бәрі толып қалған еді. Олар алыстан бір жүргізушіні байқап, жүргізушіге жақындады. Авиндра одан қызды үйіне дейін апарып тастауын өтінді, бірақ ер адам алыс деп апарғысы келмеді. Содан кейін Авиндра жүргізушіден Мундирадағы автобустар аялдамасына дейін апарып тастауды өтінді. Жүргізуші келісіп, оларды аялдамаға дейін жеткізіп салды. 15 минуттан кейін сағат 8:15-те достар Мундирадан шығып көлік іздеуге кетті. Бірден олар жеке автобусты байқады, бірақ олар алдымен оны қоғамдық автобус екен деп ойлады. Қателесу оңай болды, себебі Үндістан астанасында мемлекеттік қоғамдық көлікте жеке автобустардың да көптеген түрлері жұмыс істейтін. Автобустың жүргізушісі 17 жасар бала болды. Оған жақындап көлік бағытын нақтылағаннан кейін Авиндра ішінде отырған бірнеше еркекті байқады. Авиндра басында автобусқа отырғысы келмейді. Бірақ Джиоти кеш болып кеткендіктен басқа көлік таппаймыз деп екеуі отыруды шешеді. Осылайша автобус сағат 9:30-да жолға шығады. Авиндра терезенің жанында отырды, ал Джиоти қасына жайғасты. Олардың артында бейтаныс ер адамдар алкоголь ішіп, қатты күліп отырды. Бірақ күтпеген жерден жолаушылардың бірі, ал сендер бұндай уақытта не үшін жүрсіңдер деп мазақ етіп сұрады. Джиоти үнсіз терезеге қарап, естімегендей кейіп танытты, ал Авиндра қобалжып, олар киноға барған, енді үйге қайтып бара жатқанын айтты. Олар кинода болыптымыз, ұялмайсыңдар ма? Бұндай уақытта тек ұятсыздар көшеде жүреді деп мысқылдап күле бастады. Джиоти тез арада телефонын алып,
туыстарына хат жазбақшы болды. Бірақ бір уақытта автобус басқа жолға қарай айдап кетті. Авендра жан-жағына қараса, есіктерді құлтап, жігітке жақындап келе жатқан ер адамды байқады. Ол жол ақысын сұрады. Жігіт оған 20 рупий берді. Автобустағы жарық сөніп, жүргізушінің күлкісі естілді. 3 адам Авендраға жақындап, оны мазақ ете бастады. Авендра олардың дұрыс емес жолмен жүріп бара жатқанын айтты. Бірақ оның сөзін елемей, олар оны шапалақпен ұрып жіберді. Ер адамдар арасында жанжал басталды. Қыз біреудің номерін тез теріп, қоңырау шалуға тырысты, бірақ қаскөйлер оның телефонын жұлып алды. 2 ер адамның қолында металл темір болды. Олар болат домкрат тұтқалары болатын. Темірді әрлі-берлі сермеп, баланың қолдарынан, арқасынан, басынан ұра бастады. Джиоти оны ұрып соғып жатқанда досына көмектесуге асықты. Ол оны қорғауға тырысты, бірақ оны шашынан ұстап, автобустың аяғына дейін еденмен сүйреп апарды. Авендра көмек шақыруға тырысып, айқайлап, есіктер мен әйнектерді ұруға тырысты, бірақ бәрі пайдасыз болды. Байғұс баланы арқасынан ұрып, металл темірмен, тізесімен шынтағын сындырды. Авендра жартылай тірі күйде болды. Ол бұзақыларға кедергі келтірмес үшін автобустың ортасындағы орындықтардың арасына итеріп тастады. Ер адамдар етке түскен қасқырдай қызға шабуыл жасап, киімдерін жыртып, іш киімдерін тартып, ластерін бастады. Қыздың жан айқайы шығып, қарсыласып, күресіп, оларды ұрып-соғып, тіпті үшеуін қатты тістеп алды, бірақ бәрі пайдасыз болды. Олар қызды бірінен соң бірі зорлап, мазақ етіп, тот басқан темірмен ұрып-соғып, қайтадан зорлай берді. Олар қыздың әр жерін тістеп, қыздың денесінде тістерден қан кететін жаралар қалдырды. Шамамен 1 сағат бойы 6 ер адам тоқтаусыз қызға күш көрсетті. Бір уақытта олар темірді алып қызға күш көрсетті. Бұндай уақытта қыздарға жүруге болмайды, сенің қамың үшін біз сені тәрбиелеп жатырмыз деп, сұмпайы істерін жалғастыра берді. Ер адам темірді қыздың артынан алған уақытта темірмен қоса қыздың ішегі бірге алынып шықты. Залымдар оларды ұрып-соғып, автобустан лақтырып, өздері кетіп қалды. Олар автобус ішін жақсылап тазалап, жуып, олардың телефоны мен ақшаларын алып кетті. Жартылай жалаңаш күйде екеуі жол бойында жатты. Жолда кетіп бара жатқан велосипедтегі адамнан көмек сұрағанда, ол көмектеспей кетіп қалды. Бірнеше көлікке қол бұлғаған кезде олар да тоқтамай жүріп кетті. 15-20 минут өткеннен кейін бір еркек оларды байқап көмекке келеді. Олар полиция шақырды. Полиция жауап алып жатқан кезде қансырап суық жерде жатқан қыздың үстіне ешкім ешнәрсе жабуға тырыспады. Кейін полиция оны көлігіне отырғызып, ауруханаға жеткізді. Авендра бөтен ер адамнан туыстарына қоңырау шалып беруін өтінді. Ол Авендраның ата-анасына қоңырау шалып, балаларының аварияға ұшырағанын айтты, бірақ қай ауруханада екенін айтпай, телефонын өшіріп қойды. Олар Делидің барлық ауруханаларын іздеп, 2-3 сағат дегенде полицияның көмегімен баласын тапты. Джиотидің жағдайы ауыр болды, және оны жасанды жолмен тыныс беретін аппаратқа жалғады. Келесі күні дәрігерлер қыздың жағдайы ауыр болса да тұрақты екенін айтты. Қыз қағазға жазып, полицияға куәлік бере алды. Оқиға туралы қауесет тез тарады, және полиция бүкіл қала қорқынышты оқиға туралы білмес бұрын кінәлілерді ұстауы керек еді. Тергеушілер жол бойындағы бейнебақылау камераларынан жазбаларды алып, сол ақ автобусты тауып алды. Көлік бақылауы орнатылды, және қылмыстан кейін 24 сағат ішінде автобус жүргізушісі ұсталды. Полицияда қылмыскерлердің фотороботтары болды.
оны Авендер құруға көмектескен болатын. Автобус жүргізушісі 33 жастағы жесір Рам Сингх болды. Ол бұл істе басты күдікті болды. Онымен бірге оның інісі 20 жастағы Мукеш Сингх бірге ұсталды. Олар оңтүстік Делидегі лашықта тұрады екен. Жалпы жүргізуші өзінің қатысын жоққа шығарды. Ол қызға қол тигізбеген, тек жол бойы көлік жүргізгенін айтты. Ал оның інісі қызды қорлау бұл түрмеге жабатын зат емес деп, керісінше күлкіге айналдырды. Екі ер адамды ұстап, бөлімшеге жеткізді. Автобус тексеруден өтті. Ол жерден қан жағылған 2 металл темір табылды. Триотидің телефондағы навигация арқылы 28 жастағы Акшай Тахур ұсталды. Ол автобуста көмекші болып жұмыс істеген. Сондай-ақ 20 жастағы Винай Шармада ұсталды. Ол жаттығу залында көмекші, сонымен қатар фитнес жаттықтырушысы болып жұмыс істеген. Кейін 19 жастағы Винай Паван Гуптаны ұстады. Ол жеміс сатушысы болып жұмыс істеген. Және ақыр соңында 17 жасар Мухаммед Афрузды тұтқындады. Осылайша тергеу басталды. Көшеде кінәлілерді көргендер оларды өлтіруді талап етті. Бұл 6 жауыздың ісі 1 жылға жуық уақытқа созылды. Бұл оқиға бүкіл ақпарат құралдарын қамтыды. Барлық жаңалықтар мен сайттарда олар тек қатыгез зорлық-зомбылықтың құрбаны болған Триоти оқиғасы туралы жазды. Үндістанда мұндай құбылыс аз кездеспейді, бірақ бұл оқиға қаланың тұрғындарына қатты әсер еткен сияқты. 21 желтоқсанда көшелерде митингілер басталды. Халықтың көп жиналғаны соншалық, алаңға арнайы әскер жіберілді. Полиция таяқтың, судың көмегімен халықты таратпақшы болды, бірақ күн өткен сайын жиналғандар көбейіп, митинг агрессияға ұласты. Осы уақыт бойы жәбірленуші ауруханада болды. 19 желтоқсан күні аурухана дәрігерлері Триотидің жазбаша хабарламалар арқылы сөйлесе алатынын хабарлады. Ол сондай-ақ 5-ші операциясын жасады. Нәтижесінде қалған ішектің көп бөлігі алынып тасталды. Қыздың жыныс мүшелері мен жатыры қатты зардап шекті. 21 желтоқсанда дәрігерлер Триотидің жағдайы тұрақты екен, бірақ әлі де қарқынды емдеуді қажет екенін айтты. Үкімет оның ең жақсы медициналық көмек алуын қамтамасыз ету үшін дәрігерлер комитетін тағайындады. Үкімет қылмыскерлерді өмір бойына бас бостандығынан айыруға шешті. Бірақ бұл жаңалық қоғамды ашуландырды. Адамдар полицияға, үкіметке ашуланып, кінәлілерді өлім жазасына кесуді талап етті. 10 мыңнан аса онлайн петиция жазылды. 600-ге жуық әйел Бангалорда митингке шықты. 1000-нан аса әйел Калькуттада шықты. 23 желтоқсанда қыздың жағдайы әлі де ауыр болды. Сепсиске байланысты оның ішінен қан кетіп, үнемі құсып отырды. 29 желтоқсан күні Триоти қайтыс болады. Ол дәрігерлермен бірге 12 күн бойы өз өмірі үшін күресті, бірақ жарақаттар тым ауыр болды. Кешір, анашым деп, соңғы сөздерін айтып, қыз о дүниеге аттанды. Триотидің өлімінен кейін бүкіл Үндістанда митингтер басталды. Сот жүру процесі кезінде бір қылмыскер түрмеде асылып қалды, ал 17 жастағы баланы 3 жылға бас бостандығынан айыру кесілді. 2020 жылы 20 наурызда қалған 4 қылмыскер өлім жазасына кесілді. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.